Түнгі сағат 3 бөлмемде жалғыз отыр едім. Кенет есіме сол ескі аңыз түсті. 666 нөміріне қоңырау шалсаң, арғы дүниемен байланыс орнатасың дейтін. Қызығушылық үрейден басым түсті. Телефонды қолыма алып, дірілдеген саусақтарыммен сол 3 санды тердім. Тұтқаны көтергенде арғы жақтан бір түрлі статикалық шу естілді. Бір сәт үнсіздіктен кейін терең арсылдаған тыныс алу дыбысы шықты. Алло дедім, дауысым қалтырап. Жауап болмады. Тек сол қорқынышты тыныс алу. Кім бұл деп қайталадым. Арғы жақтан сыбырлаған, бірақ түсініксіз сөздер естіле бастады. Олар адам дауысына ұқсамайтын. Кенет бөлмемдегі жарық жыпылықтай бастады. Ал телефондан шыққан дыбыс қаттырақ және айқынырақ бола түсті. Енді ол сыбыр емес, айқайға ұқсайтын еді. Қорқып кеттім. Телефонды тастай салғым келді, бірақ қолымды қозғалта алмадым. Сол сәтте телефоннан анық, салқын дауыспен "Мен сені көріп тұрмын" деген сөздер естілді. Менің артымдағы терезеге қарадым. Ештеңе жоқ. Бірақ терезенің әйнегінен өзімнің емес, маған қарап тұрған басқа бір бейненің шағылысын көрдім. Қоңырауды аяқтауға тырыстым, бірақ экрандағы аяқтау батырмасы жоғалып кеткен еді. Телефоннан шыққан айқай күшейе түсті, ал терезедегі бейне жақындай бастады. Мен айқайлап жібердім, бірақ даусым шықпады. Сол түні мен жалғыз емес екенімді түсіндім.